Ан-Ниса сүресі 143-152 аяттар. 200 пенделер иман мен күпірліктің арасында жүріп, әрі де емес, бері де емес, қай жағына шығарын білмей дал болады. Кімді Алла тура жолдан адастырса, сен оған тура жолды тауып бере алмайсың. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа иман келтірген жандар, мұсылмандар, тұрғанда кәпірлерді дос тұтпаңдар. Соның барлығы кейін Құдай алдында өздеріңе қарсы айғақ болғанын қалайсыңдар ма? Ақиқатына келсек, 200 пенделер тозақ отының ең төменгі қабатында болады. Оларды сондай қайғылы халде шығару үшін ешқандай да жәрдемші таба алмайсың. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ал тәубеге келіп, адамдарға шарапаты тиетін игілікті істер жасап, Алланың дінін берік ұстап, Алла үшін ықыласты болып, иман келтіргендер, жаратқанның сендерді жазалап несі бар? Міне, ондайлар мұсылмандармен бірге. Мұсылмандарға Алла үлкен әжір сауап береді. Егер иман келтіріп, шүкіршілік етсеңдер, Алла жарылқайды. Алла жарылқаушы әрі білуші. Ғайбат сөздерді жұртқа жариялап, таратқанды Алла жақсы көрмейді. Запа шегіп, қиналған адамның ашуымен айтқан сөздерінің жөні бөлек. Алла естуші әрі көруші. Жақсылықты ашық түрде немесе жасырын түрде жасасаңдар, және де өздеріңе жасалған жамандықты кешіре білсеңдер, шын мәнінде Алла керемет кешірімді әрі құдіретті. Алла мен оның елшісіне сенімсіздікпен қарайтындар, Алла мен оның елшілерін өзара бөліп тастағысы келеді. Олар кейбіреулеріне сенеміз, ал кейбіреулеріне сенбейміз деп, имандылық пен кәпірліктің арасынан бір жол тауып алғысы келеді. Нағыз кәпірлер, міне солар. Ондайлар үшін қорлыққа толы азаптар дайындадық. Аллаға және оның елшілеріне иман келтіріп, және оның елшілердің ешқайсысын бөле жармайтын жандар үшін Құдай олардың өздеріне лайықты сыйлықтарын береді. Алла ақиқатында өте кешірімді және мейірімді.